Баршаңызға сәлем достар. Ресей Европаны газсыз қалдыра ма? Америка мен Ресей арасында да соғыс болуы мүмкін бе? Ресей өткізген референдумдан келер пайда бар ма? Осы және өзге де маңызды ақпараттар жайлы білгіңіз келсе, каналымызға жазылып, қазақ тілді аудиторияны қолдай кетуіңізді өтінеміз. Стратегиялық нүкте болған Лиман қаласын бір күн бұрын Украина әскерлері басып алды. Негізгі базаны тапсырғаннан кейін ресейліктер билікті ядролық қару қолдануға шақыра бастады деп хабарлайды Орда сайты. Украина әскерлері сенбі күні Украинаның шығысындағы Лиманның негізгі бекінісін басып алғанын хабарлады. Осы ащы жеңілістен кейін Шешенстан басшысы Рамзан Кадыров бұл аймақтағы армияның қамтамасыз етілуін сынап, шекаралас аймақтарда әскери жағдай жарияланғанға дейін қатаң шаралар қолдану керек деген пікір білдірді. Reuters агенттігінің хабарлауынша, бұл Украинаның 4 аймағындағы референдум нәтижелері жарияланғаннан бір күн өткеннен кейін орын алған. Лиманның алынғаны туралы және бұл Донецк облысының бір бөлігі екенін Украина билігі бір күн бұрын хабарлады. Құрметті украиндықтар, бүгін Украина қарулы күштері Донецк облысындағы Лиманды азат етіп, бақылауға алды дейді әскерилердің бірі. Видеоның соңында бір топ Украина әскері ғимараттың төбесінен Ресей туын түсіріп, орнына Украина туын көтерді. Бір қызығы, осыдан бірнеше сағат бұрын Ресей қорғаныс министрлігі қоршауда қалу қаупінің туындауына байланысты бұл әскери аумақтан әскерлер шығарылғанын хабарлады. Ресей Донецк облысының солтүстігіндегі операциялары үшін Лиманды логистикалық және көліктік орталық ретінде пайдаланғаны белгілі. Азат етілген аймақ Харьков облысының солтүстік шығысындағы қарсы шабуылдан кейінгі Украинаның ұрыс даласындағы ең үлкен жетістігі болып отыр. Соңғы аптада Донбаста Украина туларының саны артты. Бір аптадан кейін одан да көп болады, деді Украина президенті Владимир Зеленский видео үндеуінде. Ол сондай-ақ Украина әскерлерінің Лиманнан шығысқа қарай негізгі жол бойындағы Торской ауылын басып алғанына да назар аудартты. Украина әскерлерінің жетістіктері Ресей билігін қатты алаңдатқандай, Кадыровтан басқа Ресейдің бұрынғы президенті Дмитрий Медведев те кенеттен ядролық қару туралы айта бастады. Әйтсе де мәселе сөзден әріге барған жоқ. Бұған дейін Вашингтон кез келген ядролық қаруды қолдануға қатаң жауап беретінін мәлімдегені естеріңізде болар. Сонымен қатар, жұма күні Ресей билігі референдумнан кейін Донецк және Луганск облыстарын, сондай-ақ Херсон және Запорожье облыстарының оңтүстік аймақтарын Ресей жері деп жариялады. Бұл жалпы аумақтың шамамен 18% және Украина жерінің бір бөлігі. Референдумды әлемнің көптеген елдері мойындамады, ал Киев өз жерін ресейлік әскерлерден босатуды жалғастыруға уәде беріп, Путин президент болып отырған уақытта Мәскеумен бейбіт келіссөз жүрмейтінін мәлімдеді. Ешқандай мемлекет мойындамайтын референдум кімге керек? Бір кем дүние әйтеуір. Сасқан жүрек артымен жүзеді деп, Ресейді әр іс-әрекеті үшін сынаймыз ау. Бірақ Европаны газсыз қалдыруға ниеттілер бұл істің қиюын келістіріп қойған екен. Пысықтар бір оқпен екі қоян атса, Путин 3 қоянды бір-ақ атты. Ресейден Европаға қарай тартылған Nord Stream газ құбырында үлкен апат орын алды. Теңіз табанындағы құбырда жарылыс болып, Ресейдің газы көбіктеніп, қоршаған ортаға тарап жатыр. Осылайша экологиялық апат орын алуда. Кремльдің кәрі құрлықты газсыз қалдырып, қыста бүрсеңдетеміз деген арманы орындалғандай. Бір қызығы, Украинаның 4 облысын өз жеріне қосып алған жиында Путин Америка біздің газ құбырымызды жарды, Европаның энергия жүйесіне шабуыл жасады деп айғайға басқанына барлығымыз куә болдық. Путиннің үйінді бір сабақ жіп жоғалса да Америкадан көретіні белгілі ғой. Сондықтан бұған батыс елдері анау айтқандай сене қойған жоқ. Осыдан кейін газ құбырын кім жарды деген сұрақ туындайды. Енді осыған жауап берсек, Ресейдің Украинаға қарсы соғыс бастап, батыстың санкциясына ұшыраған күннен бері орыс пропагандасы күн сайын Европаға газ жібермей, қыстың көзі қырауда қиын жағдайға қалдырамыз, орыстың газынсыз бір күнде өмір сүре алмайды, газ жіберуді тоқтатып жазалау керек деген әңгімені күн сайын қайталады емес пе? Демек газ құбырында апатты жағдай орын алып, жұмыстың тоқтауына кім мүдделі болды? Әрине Ресей.
Бұл жарылысқа Ресейдің қатысы болуы мүмкін. Егер Ресей барлық келісімдерді аяқ асты етіп, шүмекті бұрап Еуропаға газ жіберуді тоқтатса, Газпром келісімге сай Еуроодақ елдеріне миллиондаған доллар айыппұл төлеуіне тура келер еді. Ал газ құбырларында жарылыс болып, апатты болған жағдайда Ресей айыппұл төлеу жазасынан айналып өтетіні белгілі. Осылайша олар айыппұлдан құтылып, әрі Еуропаны газсыз қалдырып, бір оқпен екі қоян атты. Жоқ, бұл жолы олар бұл Американың қолдан жасаған әрекеті деп, оларға қара күйе жағу арқылы екі қоян емес, үш қоянды атты. Осы жайттарды сараптасаң, газ құбырларындағы жарылыс Кремль айтқандай Американың іс-әрекеті деген әңгіменің бос сөз екеніне көзің жете түседі. Осы істеген дүниені елден көріп, жұрттың миын ашту Путинге тән дүние емес пе? Бұған орыстан басқа ешкім сенбегені анық. Егер де видеоны осы аралыққа дейін тамашалаған болсаңыз, арнамызға жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.